Сол мәселе бойынша да сұрағым бар да, мысалы, тек ескерту беріледі, бұл низам түрде емес, тек ескерту берілді дедіңіз, мысалы жаңа. Һәм жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз, 20% мәселен. Соны мысалы 10 яки ең максимум 15%-ке шекілді белгілеуге бола ма мысалы? Бұл жерде katta masala patolog belgilash. 20-30% u nima qaromat ko'rsatyapti, 20-30%ga masalani qo'yyapsiz. Бұл жерде айрым бұқаралар тарапынан көп сауалдар келіп түсті, жаңа комитетіміз жариялағаннан кейін бұл жерде айрым блогерлер қате не қылып жүр. 10% үстеме қолдану, яғни 10%, 15% қолдану низамсыз, оны қолданбау керек екен деген аудиторияны басқа жаққа бұрып кетті да, оның кейін біздер қайттан үйреніп шығып, оларға қайттан мөнәсәбет білдік. Bu yerде жәмиеттілік ауқатлану қағидаларын хақында Өзбекстан Республикасы Министрлік кабинетінің 75-ші саналы қарары бар. Ұлым ауқатлану қойдылы. Bu yerде ұлым ауқатлану орынлары әртүрлі неге бөлінеді. Ресторан, кафе, буфет, және қандай чайхана, немен не дейді. Сондай көп не болған. Ресторанда сіз ауқатты өзіңіз тасып жүрмейсіз. Bu yerде особый, bu yerде нелер, услуг, қызмет түрлері енгізілгеннен кейін нелер бар үстемелер. Сіз өрді айрықша роскошпенен алынып, сізде отдельно ауқат не бар. Кафеге барған, ямаса кафеде де сондай услуг сізге қойып жатыр, менюдің ішінде көрсетіп жатыр. Енді менюдің ішінде сізде 10% үстеменің көзіңізбен көріп тұрды. Сіз уже ауқатты заказ еттіңіз бе, ананың шартнамасын қабыл еттіңіз, сіз 10% төлеуге разысыз да. Егер наразы болсаңыз, онда менюді орнына қойып шығып кетуіңіз керек. Оны сіз кафе болды, сен кіріп қойдың, ауқатты жемесең болмайды деп жатқан жоқ. Сізде услуг бар екен, үстемеңіз қымбат екен. Айрым жерлерде болады 15-20%-ға дейін болуы мүмкін. 20% мені устраивать етпейді. Қымбат екен сен услугыңды шығып кетсеңіз, ол ойланады ертең. Яғни үстемені азайтуға ол алдына қарар қабыл етуіңіз.